Сезім сергелдеңі, әңгіме. Ферғана аймағында өркеш-өркеш керегетас, қыземшек болып тұтасып жататын тау сілемдері көп ақ. Осы тауларды бүгін анда, ертең мұнда көшіп жүретін түйекештер қоныстанған. Олар сырдың төменгі жағасынан көшіп кетіп, осы елкеге қоныс теуіп қалған жандар. Өздері ескіліктің әдет-ғұрпы мен салт-санасын мығым ұстанады. Ұрпақтарын оқытуға аса құмар емес, қыздарын болса малға сатады. Бесік құда, бел құда, төтен құдалық дегендері тағы бар. Мұны жергілікті халық қыздың көтерме саудасы дейді. Үлкендердің арасында айт, намаз, ораза үзіле қоймаған. Осындай адамдардың бірі Назар. Назардың әкесі Жүсіптің Әшім, Тәшім дейтін ағалары бұрын сыр елінде көп жыл болыс болған. Жүсіп бойшаң, кеуделі кісі-тін. Жасында дау-жанжалға үйір болса, кейін ақ ишанмен қол жалғасып, дүние ісінен безген. Қуықтай басындағы үлкен сәлде оны тақуа, діндар адам сияқты көрсететін. Бірақ өзі әліпті таяқ деп білген жан емес. Жұрт осы Тұрғанбек балаларын сөз еткенде, шіркін, Тұрғанбек тұқымдарына берген ғой. Екі баласы 30 жылдай ел биледі. Ең жаманы Жүсіп үйінде отырып ақ қалпе қажы атанды дейтін. Ел төрешілігі де әділ ғой. Назар әкесіне тартқан, нағыз шойқара. Жарқабақтау келген беті толық болғанымен, әлпеті кескінде емес. Бәрі тұтасып кеткен. Кішкене көздері бірде ақылға, бірде сотқарлыққа тән белгіден хабар бергендей. Жасында Назардың ептеп қол сұғанақтығы да болды. Қыстақ сыртында түнеп қалған қойлар болса, қолына түскенін бауыздап, түйеге арта салатын. Қуып келгендерге ол теңдік берген емес. Өзбек салты деп қонышына салып жүретін қайқыбас қанжарын шығарып, доқ көрсететін. Есейе келе мұнысын қойып, инабатты, тақуа адам болуға тырысып бақты. Әйтсе де ескі әдет-ғұрыпқа берік еді. Назарда ұлы бала жоқ. Соңғы жылдары ағайындары ішкері елге қарай көшіп, өздері отбасындағы 2-3 жанмен осы тау жоталарында қалғанды. Қасында 12-де бір гүл ашылмаған бойшаң да қараторы қызы Бәтес, орта жасқа келген әйелі Айым ғана бар. Бар алданыштары 20-30 түйелері. Бәтес жалғыз басты әкесінің көмекшісі. Жүк тиеседі, кейде ұзақ жолдарға да шығып керуен тартады. Ол бидай өңдінің әдемісі. Түстіктің ыстығынан бет ажары қоңырқай болып көрінсе де, саусақтары әппақ. Тал бойында бір міні жоқ, балғын мүсін. Жасы 16-лар шамасында. Мөлдіреген қарақат көздері оттай жайнайды. Күлкісі жұмсақ та сүйкімді. Күлгенде ақ тістері жарқ етіп, бетінің ұшы жас бөбектің жүзіндей шұңқырланып тұрады. Мінезі ұяң да биязы. Анар гүліндей әсемде ғажап біткен ақ саусақтарына салынған қызыл-жасыл жүзіктері өзіне жарасымды. Үстіндегі шәйі көйлегінің омырауы толған күміс алқа, алтынданған зер. Ықшам да жеңіл көйлегі балғын денесіне көп жарастық енгізіп тұр. Жасыл көзді алтын сырғасы үлбіреген жүзіне қонып ақ тұр. Үлде мен бүлдеге орап өсірген Бәтес күн санап жетіліп өсіп келе жатты. Айымның сыр бойында тұратын ағасы бар. Ол сонда жыл сайын төркіндеп, ұзақ жатып қайтады. Биылғы жазда да Айым осында Бәтесті ерте келген еді. Бір ойы қыдырып қайту болса, екінші ойы жас қызын ағайын туыстарымен, елімен таныстыру. Бұл ауылдан ұзап көрмеген Бәтеске бір үлкен жаңалық болып көрінді. Төленді қарттың Астанада оқитын жиені Тайжан да демалыста екен. Оның шешесі Айымның туған әпкесі. Әкесі Тұяқбай асқан жырау, әншітін. Той думандарда жұрт ылғи Мәжнүнге не керек деп домбыраны Тұяқбайға ұсынатын. Оның қоңыр үні домбыра күмбірімен жараса естіліп, тыңдаушыларын ерекше баурап алушы еді. Тұяқбай ерте дүние салып, Тайжан мектеп-интернатта оқып тәрбиеленді. Биыл 20-ның үстіне шыққан кезі. Жүріс-тұрысы мен мінезінде жеңіл-таптық байқалмайды. Байсалды, момақан, алғыр әрі ақылды. Аз сөйлеп көп тыңдайды.
Әдепті қыз мінезді жігітті ауылы да жақсы көреді. Түбінде әкең байғұсқа тартып елге сыйлы болсаң болғаны да. Бойың тартып, ойың кем соғып қалмасын. Әзірге бітімің жаман емес, қарағым, дейді Төленді жиеніне риза көңілмен. Төленді қарт өлең жырды аса қадірлейтін жан. Зерделі Тайжан өлең шығарып домбыра тартады. Жиеніне іштей жылы шырай көрсетіп тұрса да, сансыз сұрау қойып, мүлт кеткен жері болса мазақтап мазасын алады. Мұнысы сынау, байқау. Бүгінде оқыған жастар көбейді. Көп нәрсенің қадірі болмайды деген ғой. Әйтсе де білім ақымаққа ақыл қосып, ақылдыны данышпан етеді дегені рас екен. Осы жиеннің ісі мен мінезі түрлі нышанға шылбыр береді. Кей жастардың ай тақырға аңыздап шыққан кекіредей не елге, не еңбекке жуыспай, еркек шора болып кеткені көп қой. Ал біздің жиеннің мінезі бөлек. Тегінде ұядан ілгені, атадан көргені бардың білім, оқудан ілетіні де молма деймін деп, қала жастарының жайын біраз тілге тиек етті. Осы сөздердің бәрін Төленді қарт айымға бағыштап, тұяқбайдың аруағын жебеп отырғандай болса да, оған Бәтес көбірек құлақ салған еді. Қыз оның жырларын естіп, сырттай елтіп жүретін. Тау сілемдерінің арасында жалғыз өскен Бәтес ауыл өмірінің осыншама қызық екенін білген бе? Әкесі Назар мал соңында өсіп, қызын да тезек теріп, қи арқалаудан арыға асырмаған. Сол себепті аз уақыттың өзі Бәтес үшін зор жаңалық, әлемдегі бар қызық ел арасында болып көрінді. Бәтес Тайжанға үйір. Оның домбыра тартқанын ұнатып қасынан шықпайды. Үйге келген қонақты елмен таныстыру, ауыл ішінде қыдырту менің парызым деп Тайжан да кетер емес. Екеуі бірге қыдыруды көбейтіп, үйге кеш оралып жүрді. Бірде Тайжан аудан орталығына кеткен. Аулада келі түйіп жатқан Бәтестің көңілі алаңдап, екі көзі қақпада болды. Алыстан Тайжанның қарасы көрінгеннен ақ келсабын тастай бере алдынан жүгіре жөнелді. Тайжан аға, базарлық деп қызара бір күлді де ыңғайсызданып кері шегінді. Бет әлпетінде риясыз бір балалық ықылас, еркелік белгісі бар. Талай күннен бері ерекше бір сезімге бөленіп, терең ойда жүрген Тайжан қысылып, құлағына дейін қызарып кетті. Іштей Бәтестің ықыласына алдынан жүгіріп шығып, аға деп қарсы алғанына дән риза. Бәтес, тұла бойыңнан жұпар иісі шығып тұрсын деп, мынаны келдім деп, қалтасынан әтір ұсынды. Қыз оны қолына қыса ұстаған күйі жалт бұрылып жүгіре жөнелді. Сол күннен бастап екі бөле жақындасып кетті. Бәтес апасынан сұранып, қасымда жиен бар ғой, қыдырып қайтайын дегенді жиі айтатын болды. Екі жастың танысу, білісу жолындағы риясыз да қызықты күндері осылай басталған еді. Одан бері бір ай шамасындай уақыт өтті. Жылға бергісіз ай, айға бергісіз жылдар бар. Мұндай ыстық та әсерлі күндердің әрбір сағаты кейде тұтас бір өмірге татиды емес пе? Уақыт өтіп, енді міне Бәтес пен айымның алыстағы тау сілемдеріне оралатын кезі де келді. Көшерін жел, қонарын сай білетін тұрақсыз да қызықсыз өмір қайта басталмақ. Ол жаққа бір кетсе, Бәтесті қайта табудың өзі қиын. Сол себепті тауға оралу жайындағы хабар Бәтес үшін аса суық естілді. Жол жүрердің алдындағы түнді бұлар бірге өткізіп, өзгеше бір қимастық сезім, мұңды күйде болды. Уайымға салынған көбіне Бәтес болды. Ұзақ түнгі сейілден соң үйге оралар кезде ол Тайжанның қойнына тығылып, Тайжан аға, бұл күндер мен үшін аса қымбат. Алдағы өмірім не болмақ? Ендігі жерде сенсіз өткен әрбір күнім мен үшін сағыныштың ауыр қайғысына айналатын шығар. Мені ұмытып кетпейсің бе деп көзінен жасы сорғалады. Бұл қимастық сезім, махаббат қайғысы. Келешектің не боларына көзі жетпей, айырылысудың суық сәттерінен шошынғандық еді. Қыз жүрегінде өзгеше бір үрку, шошыну да жоқ емес. Тағы да жүздесеміз, бақыт құсы дәл бүгінгідей қайта қонады дегенге ол сенбейтін сияқты.
Бергі жағы көңіл қосудың назы, уайымы болса, қыздың соңғы сөздерінен өкініш те байқалған еді. Тайжан қыздың дірілдеген балғын денесін құша түсіп, бар ойы мен сертін үйіп-төгіп айтып жатты. Бәтешім, мен сенің жайыңды жақсы түсінемін. Біздің айнымас махаббатымызға ай мен күн, аспандағы жұлдыздар да куә. Ең үлкен куәм жүрегім, жан тәнім. Уайым түбі теңіз, үміт түбі кеме деген ғой. Менің оқуым бар. Жылама бәтесім. Келер жазды меже қылайық. Оған дейін апама жездеме хат жазып тұрармын. Менің айнымас белгім, сағынышты сәлемім сол болсын. Содан соң қыздың тау арасындағы баянсыздау тұрағын анықтап қағазға түсіріп алды. Таң ата бұлар үйге оралды. Айымдар жолға шығардың алдында Төленді қарт қарындасына біраз ой салды. Назарға айта барарсың. Реті келсе елге оралсын, бірге болайық. 5 түйенің соңында жүргенмен енді ештеңе шықпайды. Жалғыз қыздарың оқымай қалыпты. Өз ұрпағының болашағын ойламаған жерде мал неге тұрмақ? Жасы болса жер ортасына келіпті. Үйрек баласындай түзге тарта бермесін. Қарттың сөзін әйелі іліп әкетті. Бәтешжанға істеген қиянаттарың кешірімсіз екен. Әлі де болса оны оқытып, өз қатарына қосу керек. Мал қызығының заманы өткен, көшіп келіңдер. Біздің бұрын жатақ атанып кедей болғанымыз рас. Тұрғанбек балалары бізді әлі де кем көретін сияқты. Біз дүниеге зәру емеспіз. Тұрмысымыз түйекештен кем емес. Балаларымыз шүкір оқиды. Менің басым көп емес. Сендердің де жайларың белгілі. Серік болалық деген сөз ғой. Екінші бір ойым, мынау Тайжан Баршын апаңның көзі еді. Болашағы бар жас. Оған біз қамқорлық жасауымыз керек. Реті келсе, 2 жиенді қосып, үй ішінен үй тігелік. Назарға бұл сәлемімді де айта бар. Балалар бірін-бірі ұнатып қалғандай ғой. Айым ағасының бұл ойларына қарсы болған жоқ. Бірақ өз ерінің әдет дағдысы мен мінезін білетін әйел сөз түйінінің бара шешілетінін айтты. Тайжан қонақтарды Ферғана бағытындағы пойызға шығарып салып, бәтестермен біраз жерге дейін бірге жүрді. Пойыз Бесарық станциясына жеткенде Тайжан қайтпақшы болып жерге түсті. Бәтес те ере шықты. Ымырт кез екен. Қаратау беткейден соққан самал жел далаға салқын леп әкелуде. Бұл 2 жастың қоштасуына ыңғайлы сәт болды. Тайжан қызды сүйіп ажырасса, Бәтес жылап қоштасты. Айым қызының көзінен бусанып шыққан жасты байқап, сәулешім-ау, үйренісіп қалған екенсіңдер ғой. Өзі бір сүйіріктей бала екен. Құдай тілеуіңді берсін жарығым. Тек ауылға барғанда сыр бермегейсің. Әкең тентек жан ғой деп жұбатты. 2 тұлымын сипап, басындағы жібек орамалын иығына түсіріп қойды. Апа, сенен несін жасырайын? Бұл жігіттен мен бір күнде бөлек жүргім келмейді. Солқылдап жылаған күйі анасының бауырына тығыла берді. Көптен айталмай жүрген ой осы жерде еріктен тыс сыртқа шыққандай еді. Жақсы бопты, қалқам, мен саған жаумын ба? Соншама неге жылайсың? Сенің дегеніңді қате қылмаспын жаным. Сенен басқа менің кімім бар деді көзіне жас алған ана. Бәтес күндей ашылып, апасын құшақтап аймалай берді. Көп күнгі ауыр ойларын, жастарға тән қызбалықпен болса да өз еркімен істелген шешімдерін айтып, жүрек жүгін жеңілдетті. Апажан, енді ұрыспайсың ба? Ұрыспаймын жаным, ұрыспаймын. Айымдар Ферғана тау сілемдерінің арасындағы өз ауылдарына жеткенде ел көшкелі жатыр екен. Ұзамай түйекештер қоныс аударып, Тайжанның жазған жалынды хаттары Бәтестің қолына тимеді. Байланыс үзілді. Ел жайғасып алған соң тасаттық шалып Құран оқылды. Сол күндері Мәмбет қалпе Бәтесті өзінің аурушаң баласына айттырып сөз салады. Мұны естіген айым шошынып, назарға тоқтау салып жүргенде, ауыл ақсақалдарын ертіп Мәмбет келіп те қалды.
Назар Төленді қарттың сәлеміне көп қарсылық білдірмесе де, түйекештердің азулысы Мәмбеттің бар қызметін істеп бақты. Күйеу бала салық келмей қалған екен. Айым соны сылтауратып, күйеуді көрмей жатып қызымның жайын сөз етпеймін деп, жұрт көзінше қиғылық салды. Оңашада Назарға: саған не болған? Жалғыз қызыңнан құтыла алмай жүрмедің? Баласы ауру дейді ғой, қызыңа обал емес пе деп құдалардың алдын көрмеді. Бәтес болса жылаудан бас көтермеді. Ас ауқаттың қызметін ауыл әйелдері істеді. Бұл жай құдалардың құлағына шалынса керек. Ертеңіне сөз басталарда олар құдағи да сөз ішінде болсын дегенді айтқан еді. Айым бармады. Осы тұста кешеден бері ашуға булығып жүрген Назар өзінің ежелгі мінезіне басып, әйелін сойылға жығады да істі өзі бітіріп жібереді. Назар қызын келесі жылдың жазына қарсы барлық қалыңы, мал мен ақшасы төленген соң бермек болды. Сонымен екі жастың арасындағы байланыс үзіліп қана қоймай, Бәтестің басына бір қара түнек туған еді. Қызы төсек тартып жатып алатын болған соң, әйелінің көз жасынан қаймыққан Назар кей күндері сертінен тайып жүрді. Бірде Мәмбеттің айдатып жіберген малын алмай, құдалыққа барудан бас тартып: мәкеңе сәлем айтарсың, өкпелемесін. Білмей жүрсем, қызымның көңіл қосқан адамы бар екен. Бұл істен айыптымын. Қыздың ендігі билігі менде емес, нағашыларында. Олар менің өзіме де күш көрсетуде деп жіберген болатын. Бұған Мәмбет қатты наразы болды. Әкесі қалпе болса да, Назар шариғат заңы мен ата жолынан тайды. Мұның ақыры жақсы болмайды. Аруақ аттаған оңарма, Назар ауыл арасына жік түсірмек. Ауыл ішіне тараған бұл сөздер Назарға ауыр тиді. Күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық демекші, Назар құдалықты бұза алмай дәрменсіз күйде қалды. Ей ақылсыз, менің ата тегім кім еді? Дін, ата баба жолын бұзсам, жұрт алдында менің қандай қасиетім қалмақ? Құдалық Құдайдың ісі. Сен оған араласушы болма. Төленді кім сондай-ақ? Таңдайы аққа жарымаған кешегі жарық табан кедей. Қазақ жаманның төрінен жақсының есік артық демеуші ме еді деп әйеліне қатаң ескертті. Осындай тозығы жеткен ұғым Назарды тереңге батыра берді. Бұл қиянатқа қалай ғана шыдар, бейшара жандар-ай. Елден жырылып, тау қуысында өмір сүрген адам жабайының өзі ғой. Заман өзгерді, заң жаңғырды. Жастар үшін кеңшілік орнады дегенді бұлар біле ме екен деп, отбасы ошақ қасында жылаумен болды. Әбден күйінген айым ауырып, қызымен бірге жатып алды. Қасына келген еріне: елге оралайық, тым болмаса сүйегім елде қалсын. Мына түріңмен бізді жұтып тынатын шығарсың деп жылаумен болды. Сорлау, елге барғанда сүйенерің кім? Қолындағы кетпеніне ие бола алмай жүрген Төленді кімге тұлға болмақ? Малдың арқасында кемдік көрмей келесіңдер. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда. Суырдай ініңе тартасыңда тұрасың. Барғанда марқая қоярмын деп отырсың ба? Маған ақылсыздың сөзін айтпа деп Назар әйелін тыйып тастады. Назардың отбасындағы осы жайы ауыл аймаққа да тарады. Ел аузы елу демекші, ауыл арасында сөз жатқан ба? Мәмбеттің бәйбішесі бір жолы: адыра қалсын, кебек жегеннің қызы. Ен дәулетке қолын малып, масығып жүрдағы. Қызының басы алтын болса да, менің баламның басқан ізінен садаға деп кергіпті. Назардың бетін түзетіп алған соң, құда-құдағилары оны өз ауылына жиі шақыратын болды. Ауыл ішінде дау-шар бола қалса, Мәмбет қазы билігін Назарға айтқызып, оң болсын, теріс болсын, оның шешімін қолдап, өзін есірте берді. Айым мен Бәтес келер жазды күткен еді. Енді айым өз ерінен де сыр бүге бастады. Жаз шықса, қызымен тағы да төркіндеп қайтпақ ниетін Назардың құлағына жиі салатын болды. Айымның бар арманы Төлендінің ауылына жету болды. Бәтестің басына қара түнек орнағалы, оның жайы күн санап ауырлай түсті.
ас судан қалып, төсектен бас көтермей жатып алатын болды. Ішті өртеген өкініш пен махаббат дерті оның жүрегін жегідей жеп бітіруге айналды. Шемен боп қатқан бір жара, шешілмес түйін. Кейде қалтырап тоңады, кейде денесі ысып жанады. Бұрын қызымен қосыла жылайтын ана енді онысын қойып, қызын қамқорлыққа алды. Әкесі келе қалса, қыз шоши түседі. Ұзақ түнді көз ілмей өткізетін кездері де көп. Кейде тау арасында орналасқан жалғыз жарым үйлер қызға жын шайтанның мекеніндей көрінеді. Енді бірде ауыл кескіні тажал дүниесіндей болады. Қыз терең ойға қалып, ұмытпаймын, айнымаймын, бар өмірімді сенің жолыңа арнаймын деп еді ғой. Қалай ғана ұмытты екен. Әлде қала жастары осындай мағынасыз, тұрақсыз ба? Тым болмаса хат хабар неге жазбайды? Сені сүйемін десе, мұншалық таусылмас едім ғой деп зарығады, бүлінеді, іштей күйінеді. Қотыр үстіне шиқан дегендей, бәтес басындағы қайғы екінші бір оқиғамен ұштасты. Қыздың жеріктігі басталып, аналық кейіпке келе бастады. Бұл өзгеріс қызға да, анаға да қатты батты. Айым қызына кең етек көйлек кигізіп, оны ел көзінен де, әке назарынан да жасырын ұстауға тырысты. Сөйтіп жүргенде қыздың бет әлпеті өзгеріп, өңін секпіл басты. Толысу нышандары да анық байқала бастады. Бірде шай үстінде айым еріне жылы шырай бере сөйледі. Қызыңның ауруы үдеп барады. Елге апарып емдетіп қайтсем қалай болады? Қыстың көзі қырауда, жол жүру оңай емес деп назар ыңғай бермеген. Бұдан түңілген айым не де болса жазды күтіп бақты. Аққан су, шыққан күн сияқты уақыт та бір орында тұрған ба? Күн артынан күндер жылжып өтіп жатты. Бірде назар түйелерін өріске жібермек болып ерте тұрған. Киініп жүріп, назары шымылдық ішіндегі бәтеске түсті. Қызының бүйірі ашық қалған екен. Ұйқы жау демекші, бәтес ештеңе сезер емес. Көрпесін жауып өтуге барған назар қызының шермиіп жатқан қарнын көріп шошып кетті. Сасқаннан кейін шегініп, әйеліне көз салған еді, ол да шырт ұйқыда екен. Назар тысқа шығып кеткен. Сол күні оған шай да батпады. Бойын ашу қысып, әйеліне түйіле қараумен болды. Айымды оңаша шақырып алып, алысырақ жердегі таудың бір тасасына апарды да, ақымақ қатын, қызың туарманға келсе де ауру мен сауды айыра алмапсың. Бұл тағы не деген сұмдық деп, әйелін тепкінің астына алды. Бас көз демей сабап жатыр. Айым дауыс шығарып, не жаздым ойбай мен саған, ата сақалың аузыңа түскенше ақылың енбеді. Жер ортасына келгенде ұрғаның ұят емес пе? Ашылмай өткен бағым-ай, жонымнан бір күн таяқ айырдың ба сен ит деп жылай бастаған еді, назар оның аузын басып, шығарма үніңді, тұп-тура өлтіремін деп қылғындыра түсті. Сәлден соң ашуы басылып, әйеліне мұңын шаққандай маңдайын ұра сөйледі. Бұл неткен қорлық еді ойбай. Күні кеше ғана біз кім едік, енді кім болдық? Бұл ата-бабаның сүйегіне түскен таңба емес пе? Ел бетіне қалай қарамақпын? Қызым менің абыройыма неге қарамайды? Мен оған қураймын ба? Айтшы маған білгеніңді, жазығым не? Бір кезде тағы зарлай жөнелді. Осының бәрі тексіз ит сенің жамандығың. Әйтпесе бір қызды дұрыстап ұстау қолыңнан келмес пе еді? Бұдан да мені тірідей көмгендерің артық қой. Енді қалай тірі жүрмекпін? Я аруақ, сайтан болып кетпесең, ұрсаңшы мына итті дәл төбесінен. Қайдасың аруақ, қайдасың деп құлап түсті. Айым ерінің басын көтеріп, баста қызыңның көңіл қосқан адамы бар деп едім, құлақ аспадың. Ақыры істің беті ашылды. Енді бұл жерден көшейік те, бәтесті құтты орнына қосалық деді. Сондағы беретінің әлгі жыршы Тұяқбайдың баласы ма? Жын қуған тұқымның аруақты адамдардан озған күні бар ма? Ұмыт ойыңды сайтан деп жекіген назар орнынан тез көтеріліп, тау жаққа қарай жүріп кетті.
Ізіне түсіп, жалынып, жалбарынып келе жатқан әйелімен ісі болмады. Сәлден соң Айымның соңынан қалмасын білген соң, «Қыздың иесі кім? Соны сен ойлайсың ба, ит?» деп тойтарып тастады. Айым мұның бәрін бәтестен жасырды. Сол күні Назар тіл қатпады. Ол тістеніп, әртүрлі ойдың жетегінде қан жұтты. Таң ата әйелін түйелерді айдап салуға жұмсап, өзі үйде қалды. Әйелі ұзағанша Назар үй сыртына шығып, алыстағы ауылға көз жіберіп тұр. Өз үйі олардан бөлек оңаша болатын. Ең жақын деген үй 2 шақырымдай жерде. Тау-тастың жыраларын қыстап отырған бұл ауылдарды білетіндер болмаса, жанынан өтіп бара жатып та байқау қиын. Айым ұзадау дегенде Назардың көздері қанталап, үйге асығыс кірді. Жинаулы тұрған жүк үстіндегі жастықты бәтестің бетіне тастай салды да, өзі үстін баса отырды. Қыз тез оянып тыпырлаған еді. Оған Назардың ауыр салмағы ырық бермеді. Бәтес тұншыға бастады. Сәлден соң қыздың демі бітіп, аяқ-қолының тыпыры да тоқтады. Назар болса, жаны әбден шықсын дегендей, жамбасын жастықтан алмады. Бір кезде жастықты көтеріп қарап еді, Бәтес ұйқыдағы адамдай сұрланып кетіпті. Денесі мұздап барады екен. Жастықты жүк үстіне қайта қойған Назар қызының бетін көрпемен жапты да тысқа ата жөнелді. Ашу мен кек, қорқыныш пен үрей араласып кеткендей. Түсі суық. Бөлтірігін жеген бөрідей ернін тістелеп жалай береді. Айым үйге оралғанда Бәтес әлі тұрмаған екен. Көрпені ашып қалған Айым ыршып түсті. Денесі мұздай, отыра қалып қызын жұлқылап қозғай бастады. Қас пен көздің арасында өлді деуге қимайды, сенбейді де. Қорқыныш пен үміт тартысып, ақыры дауыс шығарып жылай бастады. Көп жылады. Оның да көмегі болмаған соң, қыз төсегін айнала бастады. Үй ішіне көз жүгіртіп, текеметтің жиегі мен жүк үстіндегі жастықтың умаждалғанын көрді. Үлкен ізде түсіпті. Айым қатты шошынып, Назарды іздеп жүгіре жөнелді. Өкпесі өшіп ойбайлап келеді. Назар болса әйеліне қарағанда жоқ. «Ойбай-ау, не бетіңмен отырсың? Қызың жан тапсырыпты ғой. Өлсе маған не қыл дейсің?» Жүрегі қысылып қалған болар деп сазарған күйі отыра берді. Мінезі қатқыл, түсі суық көрінді. Айым жылауын қойып, ерінің бетіне бір қарады да, сазарған күйі тұрып қалды. Сол күні ауыл-аймақ жиналып, Бәтесті биік таудың қар суы жүрмейтін бір жотасына жерледі. Жұрт Бәтесте талма ауруының барын бұрын-соңды естімесе де соған сенген еді. Тек сүйекке түскен әйелдер ғана, «Бетім-ау, қызы екіқабат екен ғой. Талма ауруынан өлген жанға ұқсамайды. Бетбақ, еріне барғалы отырып бұл неткені» деп сыбырласып жатты. Қалған әңгіме әр ауылдың өз төңірегінде қатын-қалаш арасында бықсыды. Жазға қарай жұрт Бәтесті ұмытты. Оны ұмытпаған жалғыз ғана Айым, алыста жатқан Тайжан еді. Өкініш пен қайғы сары уайым еңсесін көтертпей, Айым жүдей бастады. Аз уақыт ішінде қартайып, шашын ақ басты. Әбден қалжырап біткен Айымды ағасының ауылына апарып тастап, Назар бір сары қарын әйелге үйленіп алды. Жазда Тайжан оқудан келгенде, Айым оны бауырына қысып, зарын айтып, шағына ұзақ жылады. Тайжан да Айымның құшағында солқылдап жылап, көз жасын төкті. Үйде отыра алмай, Бәтеспен бірге қыдырған жерлерді кезіп, жапырағы сыбдырлаған ағаштар, майыса біткен талдар арасында жүретін болды. Бір жолы үйге түн ортасы ауа келген еді. «Тайжанбысың? Қалқам, қайда болдың?» деді Айым. «Апа, Бәтеспен бірге жүрген жерлерді көріп қайттым» деді Тайжан баяу ғана. «Бәтесім, Тайжаным, егіз қозым». Айым сыңсып жылай бастады. Үй іші шырт ұйқыда еді. «Мені Бәтес жиі шақыратын болып жүр. Көзім ілінсе болды, көретінім сол. Бейітін бір көріп қайтсам арманым болмас еді».
Ойлай әбден қалжырадым ғой. Апа, менің де бар арманым сол. Көз көрмей көңіл сенер емес. Тым болмаса топырағын көріп қайтсам деймін. Төленді ағаға осы жайды айтсаңыз, деді Тайжан. 2-3 күннен соң Төленді бастаған топ бәтестің бейітіне барып қайтуға аттанды. Назар бұларды суық қабылдады. Бұрынғыдай емес, мінезі өзгерген. Бірақ қызмет көрсетіп бақты. Қыз жайында ауыз ашпады. Төленді қарт Айым мен Тайжанды алып, ішінде Назар да бар, бәтестің моласына барды. Қыздың жас бейітін таудың ұзын да қалың шалғын шөбі басып қалған екен. Оны Назар зорға тапты. Бақытсыз сұлу өліп жатса да, осы биіктің басынан алыстағы сыр өлкесіне көз жіберіп, арманым нулы өлке, шалқып аққан дария еді. Құла түзде қалдым. Қош, анашым, туған ел, сүйген жарым Тайжан деп жатқандай еді. Анасы бейітті құшып көп жылады. Тайжан таудан гүл теріп, оны мола үстіне қойды. Айналасындағы шөптерді жұлып тазартты. Айым тапжылған жоқ. Өмірінде көрген жалғыз перзент еді. Сол тамыр қурап тұр. Сағынады, зарығады. Қызының бір ауыз сөзіне зар. Назар мелшиген күйі көзінен жас та шықпады. Ертеңіне Айым ағасын оңаша шақырып алып, жалғыз талшығым бәтес еді. Оның тамыры кесілді. Енді мені ауылға алып кет. Мұнда тұралар емеспін, деді. Төленді де іштей ашулы еді. Кешкі шай үстінде елге қайтпақ ойын айтты. Назарды енші бөлісуге көндірді. Істің жайын түсінген Назар Төлендіге көп қарсылық білдіре алмады. Еншіге 10 түйе атады. Осы күндері Тайжан ерте кетіп, кеш келіп, бәтес бейітінің маңынан шықпай жүрген. Қайтар уақыт таянғанда Тайжан Айымды түйеге мінгізіп, Гиссар тауының бөктеріне алып жүрді. Бұл бәтеспен қоштасу сапар еді. Тау жырасына жеткенде Айым 4 құлақ болып тастан қаланған қоршауды көрді. Үлкен тасқа белгі соғып, бәтеске Тайжаннан деп жазып қойыпты. Қарашығым, бәтестің аруағы саған риза. Әкесінің қолынан келмеген істі сен істепсің, деді Айым риза болып. Елге оралған соң Айым Тайжанның қолында болды. Арада 3-4 жыл өткен соң жағы қуарған Назар келіп жетті. Әйелі кетіп, сырға қарақан басы келген. Әптен арып ашыған. Соңғы жылдары ұстамалы кеселге ұшырапты. Назар мал бағуды, тіршілік қамын мүлде қойған болып шықты. Құстың келіп кетер мезгілінде өз бетінше сөйлеп көшеге түсіп кетіп қалатынды шығарыпты. Ем қонбай сол жылы қайтыс болды. Тайжан үйленіп, оның сәбиін Айым бауырына басты. Атын бәтес деп қойды. Бөбек талпынып, күн санап өсіп келе жатты. Айымның көңілі де өсе берді. Соңы. Әңгіме авторы Әуелбек Қоңыратбаев. Құрметті кітап сүйер тыңдарман, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір жазыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.